Ислам келу менен Казакстан жерине үлкөн өркениет келди. Для кого-то религия – это психотерапия. Юсуф Давран, Абдулла Зуфар біздің бір дәстүрімізді бір шабуыл жасайды. Жаһандану қиын дәуір. Тарихи жады жұтаған ұлттар шабақ секілді жайындардың көмейіне жыртылып кетуде. Бүгінде революциялар өңін өзгертіп, ұлттық діни сепаратистік перде жамылды. Деструктивті діни ағымдардың құқайы күшейген. Қазақты ортағасырлық қараңғы түнекке қамамақ. Руханиятымызға еркіндік берген тәуелсіздігімізді талқандамақ. Псевдосалафизм ынтымақтастығымызды бұзып, бүлікке бастамақ. Вахабизм, салафизм, такфиршілер, діни сенімі бір бөлігін сол хаварижден алады, бір бөлігін мужассима, бір бөлігін сол басқа бір шиит ағым. Оның қауіптілігі саяси ұстанымына деген көзқарас және мынау такфир мәселесі. Бүлік шығару деген от сияқты. Бірден өртеніп, соғыс басталады. Дін құбылысы жаһандық деңгейде саясиланып тұр. Жаңа мыңжылдықтың басында батыс, бақ арқылы радикалды ислам, саяси ислам деген терминдерді пайдалана бастады. Және экстремизм, терроризм қылмыстарын дінге теліп қойды. Когда говорят о таком понятии, как исламский терроризм, это абсолютно неправильно. Ислам терроризмі деген ұғым қате. Қылмысты кез келген ұлттың, діннің өкілі жасайды. Қылмыскердің психологиялық портретін талдасақ, көбі эмоционалды тұрғыдан тұрақсыз жастар, өмірде орнын таппаған. Маргиналдар негативке жақын, сондықтан өмірді сүреңсіз бояулармен суреттеген радикалды идеологтардың айтқанына тез көнеді. Өлім олар үшін позитив, діни ілім болмағандықтан террорлық ұйымдардың тұзағына түскендер көп. Зерттеуге сүйенетін болсақ, Даиш ұйымына қатысты әлемдегі 40 тілде еркін уағыз насихат жүргізуге техникалық мүмкіндіктермен жаңағы кешенді жұмыстар жасап отыр. 40 тіл дегеніміз 40 мемлекетке, 40 тілді мемлекетке әсер ету күшін көрсетеді. СНГ аймағында әсіресе орыс тілді уағызшылар тәжік тілінде, өзбек тілінде исламдағы құндылықтарды бұрмалап өздерінің саяси, әлеуметтік басқа көздеріне жаңағы айналдырып алады. Даиш террорлық ұйымы діннің атын жамылған жоба. Әлемдік саясатта үстемдік құруға талпынғандардың таласынан пайда болды. Сирияның ресми билігін әлсірету үшін сырттан сызылған сценарийдің жемісі. Үгіт насихатқа радикалды идеологтар тартты және сол пропаганданың пәрменімен аудиторияны адастырды. Ұлтым өзбек болғаннан кейін өзбек Абдулла Зуфар деген соның уағызын тыңдадым. Арабшадан өзбекшеге аударып, шахидтер жайлы айтады. Сары Самарқанды, Сириядағы мұсылмандарды қинап жатқанда оған көмектесейік, оларға барайық деген сондай жихад туралы уағыздарын естідім. Мен оған сеніп, сол видеоларын өзім инстаграмыма салған едім. Терроризмді насихаттап қапасқа қамалған жерлестеріміз оңтүстік өңірдің тумасы. Ұлты өзбек. Интернетте Бұхараны бүлікке айдап салған идеологтарды тыңдапты. Таяу шығысқа аңсар ауған, лаңкестер озбырлығын қолдаған. Шайх Мұхаммад Садық, Абдулла Зуфар, Юсуф Давран, Абу Салах, Махмуд Абдул Мумин, Абу Валид, Абу Салах, Саад Мұхтар, Джума Намангани, Абу Осман Адил сынды өзбек тілді радикал идеологиялар насихаттап жүрген уағызшылардың материалдары әлеуметтік желіде көптеп кездеседі. Фундаменталистік, экстремистік, радикалды сипаттағы материалдар. Енді оны тыңдаудың салдары ертеңгі күні азаматтар не дейді? Ары қарай хижрет мәселесі, тағут мәселесі, жихад мәселесіне бейім болады. Оны тыңдап, оның ықпалына түскен азаматтар. Содик Жон Мухаммадиев, Содик Самарканди, Зофир Гафаров, Абдуллах Зуфар, Сирожиддин Мухтаров, Абу Салох, Абдували Мирзаев, Абдували Қори, Мирза Голиб Хамидов, Абдуллах Бухори, Худуйор Нуриддинов, Абу Валид, Рошид Камолов, Рошот Хон Кори. Бәрі өзбек тілді радикалды уағызшылар.
Қасиетті соғысқа адам тарту миссиясы бізге бұйырды деп өздері тасада қалды. Ал көзі қызарған фанаттарды тозаққа айдап салды. Тілдерінен утамған псевдоуағышылар нәпсісі үшін адам өмірін құрбандыққа шалды. Тұтас тымыдыны төңкеруді жоспарлады. Бірақ діттегендеріне жетпеді. 2021 жылы Өзбекстан Республикасының Ішкі істер министрлігі арандатушыларға халықаралық іздеу жариялады. Елде де жаза күшейді. Қазір шекаралас аймақтағы Шымкент қаласы және Түркістан облысының тұрғындары псевдоуағышыларды тыңдауды азайтты. Айтып тұрам. Халыққа ескерту жасаймыз. Юсуф Давран, Абдулла Зуфар дегендейлерден ықтият болыңыздар. Дәстүрімізді бір шабуыл жасайды. Яғни қаралайды. Бұл жерде 2,5 мыңдай адам өзбектер тұрады ғой. Статустарында уже қазақ имамдарының уағыздары қойып атқан, мысалы, тиктоктан андай бір керемет сөздер, мысалы, Ризабек Баттауылының, мысалы, бір көрін үлкен ғұламалардың ұрпақтарымыз. 14 ғасыр бойы қаншама шейхтар бұл дәстүрді бұлай көз алдына өткізді, өздері амал етіп келді. Соған бізде амал етуіміз керек. Қазақстандағы ислам ол мына 751 жылы Атлақ шайқасынан бастап біз исламға ресми түрде қабылдауға мүмкіндік алдық дейді. Қараханиттер тұсында исламды мемлекеттік тұрғыдан мойындаған. Алтын Орда тұсында мойындаған. Қазақстан жеріне үлкен өркениет келді. Қазақстан тарихының бір бөлшегі, Қазақстандағы мәдениеттің бір көрсеткіші болып есептеледі. Ұлыстың ұйтқысы ұлт, мемлекеттің өзегі, қоғам, сол ұлт пен қоғамның рухы, дін. Ал діни сенім мен ғылыми таным қатар дамыса, қоғам парасатты, төзімді келеді. Жаһанданудың даңғаза дақпырт дертіне төтеп береді.